Өзімді таныстыра салайын, менің есімім Кенжебаев Азамат Сапарұлы, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасымын осы Бурабай ауданы бойынша. Есімін айтпай ақ қояйын, әзірше ДК-ға байланысты арызы бар. Сіз кім боласыз? Мәдениет үйінің директоры. Сол мәдениет үйінің директорысыз, иә? Получается, ол кісі, енді сіз басшы болғандықтан сіздің үстіңізге шағым жасады. Біздің енді партияға обращение жасалғаннан кейін біз оны өзіміздің неміз бойынша определенный органдарға жіберуіміз керек. Өзіңіз білесіз, оны біз ұстап қала алмаймыз. ДК-да киімдер бар ғой, да? Прокатқа берілетін. Сол прокатқа берілетін киімдер кассадан өтпейді дейді. Тұрып, пока енді ДК-ның қай кезде? Декабрьда берді, иә? 24-ші жылы. Солай ма? 24-ші жылы, иә. Ал тапсырды оны уже официальный заң бойынша 25-ші жылы августта, иә? Сентябрьда. Сол периодта, пока құжаттар болмаған кезде ДК-ны арендаға берілген дейді, сақына. ДК-ның құжаттары болмағандықтан арендаторларменен договор жасалмаған, ол түскен ақша қайда кеткен? Мемлекеттік қызмет орнында ішкен фактілер бар. Штатта қанша адам бар сізде вообще? Штатта бізде 72 адам. 72. Русиндовкада Жазира деген кісіні танисыз ба? Қанша жыл бұрын болып кеткен нәрсе ол кісіге 25% сыйлық төленбепті. Қашан төленбеді? Жазып солай. Мен түсініп отырмын сіз кімді айтып отырғандарыңызды. Сельский барлықтарына түседі. Қалай ол түсіп? Құрбанов сонда жұмыс істей ме өмірзақ? Құрбанов ол разнорабочий болып істейді. Неге ана кісі квартира тұрып отыр, официально қағазбен диплом бар адам квартирасы ма? Ну енді ол жерде вопрос такой, что өмірзақта 6 баласы бар. Оған бұрын үй берілді ғой. Енді ол программамен берілген, как молодая семья. Енді коррупцияға жатпайды ол сіздің ойыңызша. енді Негізі бір бухгалтерияда вообще бір-бірімен байланысты адамдар жұмыс жасамау керек. мен түсініп отырмыз. Сіздер неге басында жұмысшыларға ескертесіздер, испытательный срокпен аламыз? Договор бар ғой қолдарында. Олардың қолдарында барынша договор бар. Мы когда заключаем договор, сразу там прописывается. Енді получается так. Служебный проверка бола ма? Аудит кіргізу бола ма? Бойынша. Егер де заңға сәйкес бұзушылықтар алынып жатса, әрине. Вот табель, зарплата, премияны, договорлар Біз оны өзіміз инициировать етіп, өзіміз тексере аламыз. Біз ол жағынан егер де мысалы жаңағыда сіз айтып жатырсыз ғой, осындай мәселелер бар, осындай мәселелер бар. Әрине біз оны тексеруге болады.